Рахмет сендерге балалар, әкешімді көшеде қалдырмай, үйге алып келгендеріңе ризамын. Оқас жоқ, Айша. Азат ағай, біздің де әкеміздей болып кеткен ғой. Достар, сендер біздің әкемізге ренжімеңдерші. Шынымды айтсам, кейде сендердің алдарында әкем үшін қатты намыстанып кетемін. Мадина, әкем үшін намыстанып кетемін деген қалай? Қандай жағдай болса да, ол сенің әкең. Оның орнына саған ешкім жақсы әкесін алып бермейді. Я, бірақ әкешімнің көшеде мас болып жүргені менің де жүрегіме қатты батады. Мадина, бәрі жақсы болады, оның барлығы уақытша. Жанур, менде жап-жаңа 2 қуыршағым бар. Біреуін саған берейін ба? Жоқ, керек емес, өзімнің қуыршағым бар, анашым алып берген. Жарайды. Жарайды, сендердің миларыңды ашытпай қояйық. Сендерге тағы да үлкен рахмет. Мадина, Жанр, жүріңдер үйге кірейік, әкешіме сорпа дайындайық. Жарайды, онда кеттік. Ата-аналарымыз да іздеп жатқан шығар. Сау болыңдар. Сау болыңдар. Әпке, мен қуыршағым шынында ескіріп кеткен бе? Жоқ, ескірмеген, әлі жап-жаңа. Жүріңдер үйге кірейік.